Ассалаумағалейкум достар, құрметті көрермендер. Міне осыдан 5 ай бұрын, сәуірдің 23 күні осы павловния ағаштарын еккен болатынмын. Егер көрмеген болсаңыздар, менің сол сәуір айында салған бейнеролигімді ашып көрсеңіздер болады. Міне қазір сіздерге қаншалықты өскенін, қалай өсіп жатыр, қандай жерде, қалай егілді, барлығын жаңа бейнероликте көрсеңіздер болады. Міне мынау жақсы өсіп тұрған павловния ағашының түбіне құрғақ биогумус салғанбыз. Және де мынау қасындағы біреуіне осы жерде мынау бірінші, екінші, үшіншіге салғанбыз. Бірақ мынау біріншісі судан қысылып қалды. Мынау суды жақсы ішті. Енді суды жаңа түбін ашып құйғанымызға байланысты болды. Жөнді қарай алмадым. Құлпына егем деп қол босамады. Енді Құдай қаласа құлпына еккенін барлығын көрсететін болам. Егіп қойдық. Міне қазір тамшылатып суару жүйесін дайындап, осымен суарып жатырмыз. Міне осылайынан тамшылатып суару жүйесіне қостық. Міне бұл жерде қазір ең қызығы сіздерге 5 айдың ішінде қанша метрге өскені. Міне мына біріншісін қазір мына метрім кішкене нашарлау болып тұр. Міне 70-ге жақын, 65-67 сондай болып тұр. Бұл кішірегі. Бұған да биогумус салынған, бірақ судан қысылған. Міне судан қыссаңыздар, осылай өспей қалады. Ал енді мынау ең үлкені. Бұл ең үлкені, міне жерден бастап. Міне өздеріңіз көріп тұрғандай 1,5 метрден жоғары. Бірде 60-ға жақындап қалған. Бірде 55 деп айта берейік. Міне өздеріңіз көріп тұрсыздар. Міне жапырақтары өте үлкен. Міне қазір көрсетейін. Міне өте үлкен жапырақтары. Ал мына ортасындағы ствол дейді, ортасындағы ағашы. Бұл да өте жуан. Мына түп жағы одан да жуан. Міне қазір осылайынан тамшылатып суару жүйесімен суарып жатырмыз. Және де міне басқаларын да көрсете кетейін. Міне мынау 1 метр. Одан кейінгісі 1,20-дан кішкене ұзындау 1,25. Осылайынан өскен. Және де мына жақта бір павловния ағашымыз дұрыс өспей тұр. Бұның түбіне биогумус салынбаған. Бірақ кейін үстінен кішкене салдым, үстінен салдым. Тамырына салған жоқпыз. Міне енді жағдайын қараңыздар. Бұл да енді кішкене судан қысылып қалды. Одан кейін мына жерде асты қатқақ тұғын. Бұл жер өзі кішкене топырағы қаттырақ жер тұғын. Сондықтан бұл жерде де дұрыс өспей қалды. Негізі жалпы жерлеріңіз жұмсақ болса, жақсы өседі. Одан кейін жаңағы биогумус салсаңыздар да, кәдімгі перегной дейді ғой, кәдімгі жаңағы сиырдың көңі әбден ескірген соны салсаңыздар да өте керемет болады. Мына жақта құлпынайларымыз енді қазір осылайынан жаймен өсіп жатыр. Бұлар енді келесі жылы өнім береді, Алла қаласа. Қазіргі уақытта осындай болып тұр бұның жағдайы. Міне павловния ағаштарымыз өсіп жатыр, Аллаға шүкір. Енді Құдай қаласа тамшылатып суару жүйесін осы бүгін қосып тұрмын. Оған дейін түбіне келіп су құйып жүрдім. Қол босамады. Енді қол босап жасап жатырмыз. Әлі де кеш емес. Әлі де 1-2 ай күн суып, бұлар қурайым дегенше, бұл талдар ұйықтайым дегенше әлі де өседі. Құдай қаласа салқында жақсы өседі екен бұлар. Қазір су құйсаңыз, ертесіне болмаса бір күннен кейін кәдімгідей әжептәуір өсіп тұрған байқайсыздар. Міне Құдай қаласа
келесі жылы көктем айына, наурыз айларына осы павловния ағашының көшеттерін тапсырыс берсеңіздер болады, байқаласа. Егер осы бейнеролик ұнаған болса, өздеріңіздің лүпілдеріңізді басып, және де пікірлеріңізді қалдырып, және біздің YouTube арнамызға, TikTok арналарымызға тіркелуді ұмытпаңыздар.